Ораза ұстаудың біз білмейтін пайдасы. Ораза мен Құран қиямет күні құлға шапағат етеді. Ораза сабырдың жартысы. Ауызашарды асығып, сәресіні кешіктіріп істеңдер. Рамазан айы кіргенде жәннат есіктері ашылады, жаһаннам есіктері жабылады. Шайтандар да шынжырмен байланып қамалады. Аса құдіретті және ұлы Алла. Адам баласының әр амалы өзі үшін, ал ораза ондай емес. Өйткені мен жемеймін, ішпеймін және бүкіл адамдық сипаттардан пәкпін. Сондықтан оразаның сауабын ерекше түрде көп қылып мен беремін, дейді. Егер адам шынайы иманмен және сауабына жету мақсатымен Рамазан оразасын ұстап, тарауих намазын оқыса, шешесінен туған күндегідей күнәсіз болады. Мумин өлгенде намаз бас жағында, садақа оң жағында, ал ораза сол жағында болады. Кімде-кім ораза ұстаған біреуге ауыз аштырса, ораза ұстаған кісінің сауабы кемітілмей оның сауабын алады. Ораза ұстаңдар, денелік және рухани денсаулықтарың жақсы болады. Ораза ұстау тек ішіп жеумен сондай нәрселерден бас тарту емес. Кәміл және сауабы бар ораза пайдасы сөзден, уақытты босқа өткізуден, өсек аяң айтудан және нәпсі бүкіл бейімділіктерінен аулақ болғанда ғана болады. Егер біреуден сөгіс естісең немесе саған надандықпен бір әрекет жасалса, өзіңе өзің сөзсіз мен оразамын деп сабыр ет. Ораза ұстаған кісіге екі қуаныш бар. Біріншісі ауыз ашқанда қуанады, екіншісі Раббысына қауышқанда оразасының берекетімен жеткен ұлы дәрежесін көргенде қуанады. Кімде-кім ораза ұстаған күйінде қайтыс болса, жәннатқа кіреді. Кімде-кім Рамазан айында Алланың сый-сауабына деген иманмен және үмітпен ораза ұстаса, оның бұрынғы күнәлары кешіріледі. Барша ораза тұтқанда ораза тұтыңдар және барша ауыз ашқанда ауыз ашыңдар, әрі құрбан шалуды да барша орындайтын кезде орындаңдар. Көз бояушылықпен ораза ұстаған адам ширк, яғни көп құдайшылық жасады. Ұмытшақтықпен жеп не ішіп қойған адамның оразасы бұзылмайды, өйткені расында оны тамақтандырып сусындатқан Алланың өзі. Егер құсық еріксіз шыққан болса, онда оразаны өтеу міндетті емес. Ал егер ол әдейі шығарылса, онда оразаның қазасын өтеу керек болады. Таң атпастан бұрын тамақтаныңдар, өйткені сухурда, яғни сәресінде береке бар. Адамдар ауызашарларына асыққандарынша дін айқын болады, өйткені яһудилер мен христиандар оны кейінге қалдырады, яғни ауыз ашуды кешіктіреді. Сендерден біреу ауыз ашатын болса, құрмамен ауыз ашсын, ал егер ол құрма таппаса, онда сумен ифтар жасасын, өйткені расында ол тазартады. Рамазан айының түндерін Алланың сыйына иман келтіріп және үміт етіп намаз оқумен өткізген адамның бұрынғы күнәлары кешіріледі. Алла өтірік айтуын және өтірікке сәйкес амал етуін тоқтатпаған адамның жеп-ішуін қойғанына мұқтаж емес. Ораза бұл жай ғана ішіп-жеуден тыйылу емес, ақиқатында ораза бос сөздер мен жаман сөздерден тыйылу. Шын мәнінде ораза бұл аманат, сеніп тапсырылған нәрсе. Ендеше әркім оған сеніп тапсырған нәрсені сақтасын. Ораза тұтушының аузынан шығатын иіс Алла үшін месіктің, яғни әтірдің хош иісінен де жағымдырақ. Расында ораза ұстаушының ауызашар алдында жасаған дұғасы қайтарылмайды. Шөл басылды, тамырлар нәрге толды. Алла қаласа, сауап та бізді күтіп тұр. Расында жәннатта әр-райян деп аталатын қақпа бар. Қиямет күні одан ораза ұстағандар ғана кіреді. Ораза ұстағандар қайда? Делінеді. Олар орындарынан тұрады. Олардан басқа ол қақпа арқылы ешкім кірмейді. Олар кіріп болған соң, ол қақпа жабылады да, одан кейін ол арқылы ешкім кірмейді. Біздің оразамыз бен кітап иелері оразасының арасындағы айырмашылық сәресі ішу. Умму
Умара әл-Ансария, оған Алла разы болсын, былай дейді: бірде маған Алла елшісі, оған Алланың игілігі мен сәлемі болсын, кіргенде оған ас ұсындым. Ол кісі: сен де ал, сен де же, деді. Мен оразамын, дедім. Сонда Алла елшісі: оған Алланың игілігі мен сәлемі болсын. Арасында періштелер ораза ұстаушының үйінде басқалар тамақ жегенде, олар тамақ жеп болғанша немесе тойынғанша ораза ұстаушыға игілік тілейді. Құрметті оқырманым, видео ұнаса лайк басып, подписка жасаңыз. Қоңыраушаны басып, жақындарыңызға таратыңыз.